Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dауысым естіліп тұр ма, қыздар? Микрофон ортасын бастаңыздар. Ага, хорошо. Так, сұрақтарыңыз болса, пікір бөліміне жазасыздар. Дауысым естілмей жатқан болса да, микрофон ортасын бастаңыздар, маған көрінеді, что сіздерде дауыс естілмей тұрғандығы. Сұрақтың барлығы сабақтың соңында пікір бөліміне қалдырсаңыздар болады. Или сабақ біткеннен кейін, иншалла, кімде сұрақ бар, соны қарастыратын боламыз. Жақсы. Так, біз иншалла бүгін сіздермен бірге Пайғамбар саллаллаху әйелдері сирасы сабағының бірінші сабағын сіздермен бірге қарастырамыз, как ашық сабақ ретінде. Жалпы бұл курс 2 айға созылады. Бұл курста біз Пайғамбар саллаллаху әйелдерін полностью қарастырамыз, және Пайғамбар саллаллаху наложницалар, яғни күңдері. Және бұл курста біз қарастырамыз Пайғамбар саллаллаху үйленіп, некесі қиылғаннан кейін, бірақ жақындаспастан талақ алған әйелдердің историясын бір қарастырамыз. Және Пайғамбар саллаллахуға өзін ұсынған әйелдер, я как сыйлық есебінде ұсынған әйелдердің сирасын қарастырамыз. Және Пайғамбар саллаллаху ұсыныс жасаған, бірақ әйелдер Пайғамбар саллаллаху ұсынысын қабылдамаған әйелдер бар. Ол туралы тоже біз осы курста қарастыратын боламыз жалпы. Бұл курс туралы қысқаша мағлұмат. Және екінші мағлұмат, бұл курста біз қарастырамыз әрбір Пайғамбар саллаллаху әйелдерінің әкесі, шешесі, балдары, не болмаса немерелері, және тағы да басқа бүкіл историясын қарастырамыз. Хорошо, мысалы бүгін бізде Хадиджа анамыздың историясы, сирасы. Біз бұда егер үлгерсек, біз әрине қазір Хадиджа анамыздың жалпы Пайғамбар саллаллахуға дейінгі өміріне қозғаламыз. Өйткені көп жерлерде бізде Пайғамбар саллаллахуға үйленгеннен кейінгі сираларды қозғайды, да? Ал біз қазір, чтобы сіздерге қосымша ақпарат болу үшін, біз Хадиджа анамыздың Пайғамбар саллаллахуға үйленгенге дейінгі сирасын қарастырамыз. Жалпы оның неше ағасы болды, неше сестрасы болды, неше әкесі күйеуі болды Пайғамбар саллаллахуға дейінгі, да? Осы мәселелердің барлығын қарастырамыз. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, біз жалпы курсы міндетті түрде тәпсірге үңілетін боламыз. Мысалы, бізде Маймуна бин Әл-Харис анамыз, Маймуна бин Әл-Харис анамыз туралы бізде бұл Ахзаб сүресінің 50-ші аятында айтылады. Мысалы, сіздер түсінікті болу үшін айтайын, жалпы бұл үлкен тақырып. Негізі бұны біз ертең Маймуна анамыздың сирасында қарастыратын боламыз. Ахзаб сүресінде Пайғамбар саллаллахуға уахабат нафсаха деген нәрсе қолданылады. Уахабат нафсаха деген нәрсе, яғни өзін сыйлыққа беруші әйелдер. Мысалы, Пайғамбар Маймуна анамыз Пайғамбар саллаллахуға күйеуге шыққан кезде Маймуна анамыз Меккеде болады. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху Маймуна анамыз қысылып, яғни ұялып, или там қобалжығаннан ненің түйенің үстіндегі нәрсенің барлығы Пайғамбар саллаллахуға сыйлық деген сөз айтады. Яғни түйенің үстінде өзі отыр, сол нәрсе не? Мен Пайғамбар саллаллахуға сыйлықпен деген нәрсе қолданылады. Енді осы жерде Ахзаб сүресінің 50-ші аятында Алла тағала осы уахабат нафсаха деген нәрсені қозғайды. Бұл деген нәрсе, яғни өзін Пайғамбар саллаллахуға сыйлық есебінде ұсынушы әйелдер. Енді бұл уахабат нафсаха деген нәрседе кім Маймуна бин Әл-Харис анамыз бізде бұл категорияға кірмейді. Неге? Өйткені бұл категорияға кіру үшін, яғни өзін Пайғамбар саллаллахуға сыйлау үшін, ол әйелде не болмау керек? Опекун болмау керек, және мәһір болмау керек. Ал бізде Маймуна анамызда опекун Аббас радиаллаху анху болды, ал мәһір оның как басқа Пайғамбардың әйелдері секілді тоже ода мәһір болды. Сол себепті бұған уахабат нафсаха деген категорияға кірмейді екен. Түсінікті ғой, Жалпы осындай мәліметтерменен, яғни Құрандағы аяттарменен бірге қарастыратын боламыз. Мысалы, одан да басқа, мысалы, Сәлема анамыздың жалпы сирасы тоже Құранда қарастырылған, да, қандай сүреде, қандай аятта. Жалпы Сәлема анамыздың бүкіл өмірін Алла тағала бір сүреде бейнелейді. Осы мәселені тоже біз қарастырамыз. Және басқа да былайша келгенде көп адамдар сұрайды, что ақпараттарды сіздер қайдан аласыздар, не болмаса ссылкасын көрсетіңіздер деп. Біз көбінесе тәпсірге үңілеміз. Сондықтан алдағы уақытта не болмаса барлығын сахабалардың өмірімен біріктіреміз, да, что түсінікті болу үшін. Мысалы,
Мысалы, біз бүгін Хадиджа анамыздың сирасын қарастыратын болсақ, Хадиджа анамыздың бізде ағасы болды, Әуам деген. Әуам бұл кімге үйленді? Сафия бин Абдулмуталибқа үйленді, яғни Абдулмуталибтің Сафия деген қызына үйленді. Содан кім туады? Зубайр бин Ауам туады. Получается, біз Хадиджа анамыздың сирасын оқу арқылы біз нені түсіндік? Біз түсіндік Зубайр бин Ауамның әкесі Хадиджаның ағасы екендігі. Иә. Ал Зубайр бин Ауамның шешесі кім екенін түсіндік? Сафия бин Абдулмуталиб екендігін түсіндік. Получается, осы екі семьяда кім туылады? Зубайр бин Ауам туылады. Иә. Получается, көп адамдар бағанағы сахабалардың сирасын оқыған кезде көп қиындыққа тап болады. Аттары қиын, ұзақ, или бір-біріне ұқсайды, мен жаттай алмаймын. Сондай уақыттарда осылай немен жаттасаңыздар, категориялармен, да, мынау әкесі, мынау шешесі деп жаттайтын болсаңыздар, сіздерге кішкене болса да түсінікті болады. Жақсы. Так, иншалла, онда біз бастайық. Иншалла. Жалпы Хадиджа анамыз туралы ақпарат бізде өте аз. Өйткені Хадиджа анамыз бізде Мединеге дейінгі уақытта өмір сүрген анамыздың біреуі. Хадиджа анамыз бізде жалпы жердің бетінде 4 әйел ғана бар, иә? Ақылы тең, ақылы жоғары әйелдердің біреуі бұл бізде Хадиджа, біреуі бізде Әсия, біреуі Мария, біреуі Фатима. Бұл төртеуі біз білеміз хадистерде келеді, жанға кіретін 4 әйелдің біреуі. Енді Хадиджа анамыз бізде ең бірінші, бұның ерекшеліктері неде? Хадиджа анамыздың бірінші ерекшелігі бұл исламды бірінші қабылдауы. Екінші ерекшелігі бұл ең бірінші пайғамбармен бірге намаз оқыған. Үшінші ерекшелігі пайғамбармен бірге ең бірінші дәрет алған әйел. Төртінші ерекшелігі жалпы пайғамбарымның әйелдерінің арасында жалғыз Алла Тағаланың өзі сәлем берген адам бұл Хадиджа бин Хуайлид радиаллаху анха. Яғни Алла Тағала только Хадиджа анамызға сәлем берген, қалған уақыттардың барлығында бізге кім береді? Сәлемді басқа елде только Жибрил алейхиссалам береді. Жибрил алейхиссалам о Аллахтың елшісі Айшаға менен сәлем айт. О Аллахтың елшісі Хабибаға менен сәлем айт. Бірақ Хадиджаға не еді? О Аллахтың елшісі Аллахтан кімге сәлем болсын? Хадиджаға сәлем болсын. Оған ескерт, оған жәннаттан ертең неден үй болатын адам? Жемчугтан үй болатына ескерт деген сықылды. Получается, бізде бұл Хадиджа анамыздың тағы бір ерекшеліктері. Келесі ерекшелігі бұл Хадиджа анамыздың бұл әл-Бақыда жерленбеуі. Яғни пайғамбарымның көп әйелдерінің барлығы бізде әл-Бақыда жерленді, бірақ Хадиджа анамыз бізде әл-Бақыда емес. Бізде әл-Бақыға жерленбеген пайғамбарымның екі әйелі бар. Біреуі Маймуна бин әл-Харис, біреуі кім? Біреуі Хадиджа. Үшінші Маймуна бин әл-Харис және Хадиджа. Ал пайғамбар жаназасыз жерленген әйел тоже бізде Хадиджа бин Хуайлид. Яғни пайғамбар Хадиджа радиаллаху анха дүниеге өткен кезде оған не болған жоқ, оған жаназа намаз оқылған жоқ, себебі ол уақытта жаназа намаз деген нәрсе болған жоқ. Сол себепті бізде жаназасыз пайғамбар әйелдердің арасында дүниеден өткен әйел бұл Хадиджа бин Хуайлид радиаллаху анха. Енді Хадиджа бин Хуайлид бұл бізде кім? Хуайлидтен бастайық. Хадиджа анамыздың әкесі Хуайлид. Хуайлид ибн Асад. Асадтың баласы Хуайлид. Бұл Хуайлид, яғни Хадиджа анамыздың әкесі, бізде кіммен дос? Абдулмуталибпен дос болады. Негізі Хуайлид, Хадиджа анамыздың әкесі, бұл Меккеде өмір сүрмеген. Бұл Меккенің сыртында өмір сүретін бір тайпадан шығады. Бұл бір күндері қайда келеді? Меккеге келеді, сауда қарым-қатынасын жасау үшін. Сонымен бұл сол жерде кіммен танысады? Абдулмуталибпен танысады. Абдулмуталибпен танысу арқылы бұл осы неде қалады? Меккеде бағанағы сауда қарым-қатынасын өте жақсы жасайтын жағдайға жетеді. Осылайша Хуайлид кімге Меккеде үйленеді? Осы өмірге кім келеді? Хадиджа анамыз өмірге келеді. Енді Хадиджа анамыздың 3 ағасы бар. Хадиджа анамыздың 3 ағасы бар. Оның біріншісі кім? Оның біріншісі Әуам. Мен сізге мұндағы бана бір не жібергенмін, соны дайындап қойдым. Так, мінекей. Мына неде қарасаңыздар, Даскан суретін жібердім. Енді біріншісі бұл Хадиджа анамыздың бірінші ағасы, бұл Хизаннан бастайды. Хорошо? Хизан болсын. Бұл Хизан негізі бұл исламға дейін өмір сүрген дейді. И бұның баласы тоже исламды қабылдаған. Бұның баласы Хаким.
Хаким ибн Хизан. Хаким ибн Хизан анху бұл өте ұзақ өмір сүрген сахабалардың біреуі. Яғни Хадижа анамыздың бірінші ағасынан туылған баланы айтып жатырмыз қазір, иә. Бірінші ағасының есімі Хизан болды. Хизаннан Хаким деген бала туылды. И бұдан Хаким ибн Хизан деген сахаба болды. Бұл Хаким ибн Хизан анху өте ұзақ өмір сүрген, 120 жас өмір сүрген деп көрсетеді. Енді Хаким ибн Хизанның айырмашылығы, бұл Хаким ибн Хизан адам тарихында ең бірінші Қағбаның ішінде туылған адам. Хаким ибн Хизанның шешесі жүкті кезде Қағбаға барады. Қағба ол уақытта бағанағы Қағбаның есігі биік емес, кәдімгі баспалдаққа мініп түсетіндей ондай жағдай болған жоқ. Қағбаның есігі төмен тұғын. Сол кезде кез келген адам Қағбаның ішіне кіріп шығатындай мүмкіндігі болған. Сол уақытта Хаким ибн Хизанның шешесі барып, бағанағы толғақ басады. Бірақ шығып үлгергенше Хаким ибн Хизан шешесі бұны табалдырықтап босанады. Сондықтан адам тарихында Қағбаның ішінде туылған бала ретінде Хаким ибн Хизан радаллаху анху қалған. Енді Хаким ибн Хизан радаллаху анху бұл исламға дейін бұл адам пайғамбарымызға ешқандай да зұлымдық жасамайды. Мысалы, Абу Жахил болсын, басқа да исламның жаулары пайғамбарымызбен соғысты, иә. Бәдір соғысы болсын, Ухуд болсын, Хандақ болсын, любой соғыста бұлар соғысты. Бірақ Хаким ибн Хизан бұлардың ешқайсысына қатыспайды. Хоть ол мүшрик болса да. Енді Хаким ибн Хизан бұл ең соңынан исламды қабылдайтын сахабаның біреуі. Бұл кешегі нені жаулап алғаннан кейін, Меккені жаулап алғаннан кейін, пайғамбар салам бүкіл әскерді алады, 10 мың әскерді Мединеден, сөйтіп Меккенің алдына келіп орналасады. Меккенің алдына келіп орналасады, үлкен палатка құрады, бүкіл сахабаның барлығы сол жерде күтеді. Сөйтсе, Меккенің ішінен кім келе жатыр? Мына жақтан Аббас келе жатыр. Аббас және Абу Суфиян. Бұл екеуі ол уақытта мүшрик. И сонымен Аббас көреді, мынау не деген адам дейді. Мынау не деген адам? 10 мың адам қайда келе жатыр? Меккені жаулап алуға келе жатқан шығар. Мен мен Мединеге барамын, мен исламды қабылдаймын дейді Аббас. Сонымен Аббас Меккеден шығады, сөйтеді, бұл әлгі палатканың қасына келеді. Қасына келсе, бұл кім еді? Бұл пайғамбар саламның әскері тұғын. Осы жерде Аббас радаллаху анху исламды қабылдайды. Исламды қабылдайды Аббас, сөйтіп Аббас уже түсінеді. Қазір 10 мың әскер Меккеге кірсе, Меккенің тасталқанын шығарады. Сонымен бұл қорқады да, чтобы Меккеде бағанағы соғыс, басқа нәрсе болмасын деп, бұл Абу Суфиянға қарай жүгіреді. Чтобы Абу Суфиян Аббастың негізі бір жағынан туыс. Сонымен Абу Суфиянға келеді, ол Абу Суфиян десем білесің бе мына адамның кім екенін? Абу Суфиян кім? Бұл Мұхаммад дейді. Андай мен исламды қабылдадым, мен сені неге аламын? Кифайляға аламын дейді. Яғни кифайля деген мен саған гарантия боламын, что сені өлтірмейді да. Өйткені Абу Суфиян осы уақытқа шейін біраз мұсылманның өлуіне үлес қосқан адам Абу Суфиян. Сонымен Абу Суфиян не дейді? Хорошо дейді. Сонымен Аббастың келген уақыты кешқұрым уақыт. Күн жоқ, түнменен мағриптің уақыты деп айтуға болады, қараңғы. И Аббастың артында бағанағы арбасына кімді Абу Суфиянды тығып, Аббас кімге қарай жүгіреді? Пайғамбарымызға қарай жүгіреді. И Аббас радаллаху анху кімді Абу Суфиянды атына жасырып келе жатса, бұны Омар көреді. Омар көреді, Аллаху акбар дейді, мына Аллахтың жауы мына жақта келе жатыр да, мен бұны өлтіремін дейді. Бұл бұлай болмайды. Бұны өлтірмесем болмайды. Сонымен Омар радаллаху анху қылышын алып пайғамбарымызға жүреді. Барса, екеуі бір уақытта тап келеді пайғамбарымызға. Мына жақтан Омар тұрады, Аллах несі маған рұқсат бер дейді. Мына ненің Аллахтың жауы басын кесіп алайын дейді, Абу Суфиян. Ал Аббас радаллаху анху арғы түсіп алды. Аллах несі мен оған гарантия бергенмін дейді. Что мен оған өлтірмейтін гарантия бергенмін, бұның өлтірмейік. Сонда пайғамбарымыз тұрады, Омар қылышыңды сал дейді. Орнына ал Аббас сен Абу Суфиянды алып кет дейді. Қазір алып кет, күн шыққан уақытта қайтадан келсін дейді. Сонымен Аббас радаллаху анху Абу Суфиян алып кетеді, кейін алып келеді қайтадан. И күн шыққан уақытта Аббас келеді. Абу Суфиянды ерді. Сонда пайғамбарымыз тұрады, Абу Суфиян жасын сөйледі, Абу Суфиян, сен ислам қабылдайтын уақытың болған жоқ па? Сен Алладан басқа тәңірдің жоқтығына әлі сен иман келтірмейсің ба десе, Абу Суфиян тұрады, я мен уже сендім дейді. Мен уже сендім, Аллахтан басқа сыйынуға лайық тәңірдің жоқтығына дейді. Анда менің пұттарым маған көмектескен жоқ дейді. Мен қанша соғыстым, Хандақта соғысты, Бәдірде соғысты, бірақ оның бәрі менің пұттарым көріп тұр, бірақ олар маған еш көмек берген жоқ. Мен сондықтан дейді, мен сенемін, что Алладан басқа тәңірдің жоқтығына. Енді Мұхаммад Расулалла деп айт десе, кім Абу Суфиян не дейді? Мен сенбеймін дейді. Что Мұхаммадтың соңғы пайғамбар екеніне мен сенбеймін.
Ал Аббас радиаллаху анху не еді? Аббас радиаллаху анху мына дауысы жағынан жоғары тұғын. Мына дауысқа шығады, бұл тұрады, ау Абу Суфиян Мұхаммад Расул деп айт деген кезде, Абу Суфиян қорыққаннан не еді? Мұхаммад Расулаллах дейді. Осылайша Абу Суфиян исламды қабылдайды, бірақ бұл Абу Суфиянның бірінші исламды қабылдауы. Түсінікті ғой, иә? Біз алда уақытта бұны сирада қарастырамыз, бұл үлкен тақырып. Бұл деген нәрсе неге қозғалады, мен түсіндіремін. Енді Абу Суфиян исламды қабылдады, Аббас исламды қабылдады, сонда пайғамбарымыз енді нейді Аббастан сұрайды. О, Аббас дейді, көкешім, кімді Абу Суфиянды қалай таңғалдырсам болады дейді. Абу Суфиянды қалай таңғалды? Өйткені Абу Суфиянның жүрегіне әлі ислам жетпей тұр, да? Бірақ сонда да пайғамбарымыз мен Абу Суфиянды қалай таңғалдырсам болады дейді. Сонда Аббас сұрады, я Аллахтың елшісі дейді, анығында Аббас мақтағанды жақсы көреді дейді. Мақтаңыз оны. Сонда пайғамбарымыз хорошо дейді. Ондай болатын болса, сен Абу Суфиянды алда мына таудың төбесіне шық дейді. Сонымен Аббас Абу Суфиянды алып әлгі таудың төбесіне шығады. Таудың төбесіне шықса, кім пайғамбарымыз бағанағы 10 мың әскерде парад жасайды. Парад дегенді білетін шығарсыздар, иә, бағанағы баяғыда 9 майда парад жасайтын едік қой. Бір топ қызыл киінеді, бір топ ақ киінеді, бір топ жасыл киінеді деген сықылды да. Сөйтіп үлкен парад жасайды. Бұны көрген Абу Суфиян Аллаху акбар, мынадай нәрсені действительно Меккеде жеңе алмайды. Сонда пайғамбарымыз не дейді? Кім бірінші Абу Суфиянның үйіне кірсе, сол құтылады дейді. Яғни Меккеге айтып жатыр. Яғни кім қазір Абу Суфиянның үйіне кірсе, соған біз өлтірмейміз деп жатыр. Екінші кімді айтады? Хаким ибн Хизамның үйіне кірсе, соған безопасность. Яғни кім Хаким ибн Хизамның үйіне кірсе, соған не өлім болмайды дейді. Бұл кімнің ағасы еді? Бағанағы Хадижаның ағасының баласы. Хаким ибн Хизамнан шығып жатқан нәрсе, иә. Енді үшінші пайғамбарымыз Қағбаның ішіне кім кірсе, сол құтылады дейді. Осылайша пайғамбарымыз төртінші не еді? Енді кім өзінің үйіне кірсе, сол құтылады дейді. Енді бұл жерде Абу Суфиян таудан төмен қарай түседі, Меккеге барып хабарлайды. Бірінші менің үйіме кім кірсе, соған безопасыз. Екінші Хаким ибн Хизамның үйіне кірсе, соған қауіпсіздік. Үшінші Қағбаның ішіне кірсе, сол құтылады. Төртінші әркім өзінің үйіне кірсе, сол құтылады. Бұл жерде пайғамбарымыз неге Хаким ибн Хизамды қозғап жатыр? Хаким ибн Хизам, бағана біз айттық, Хадижа анамыздың Хизам деген баласынан туған адам. Бір жағынан пайғамбарымыздың Хадижаға деген махаббаты себептен, екіншіден бұл пайғамбарымыз Хаким ибн Хизамның исламды қабылдағанын қалайды. Осылайша осы уақыттан кейін Хаким ибн Хизам исламды қабылдайды. Как будто пайғамбарымыз бұған бір почет беріп жатыр да, чтобы оның жүрегін исламға қарай бұру үшін. Осылайша Хаким ибн Хизам Меккені жаулап алынғаннан кейін несейді бұл исламды қабылдайды. Енді бұл Хаким ибн Хизам радиаллаху анху бұл пайғамбарымыздың уақытында өмір сүреді. Пайғамбарымыз өлгеннен кейін Абу Бәкірдің халифаты басталады. Абу Бәкір өлгеннен кейін Омардың халифаты басталады. Омар өлгеннен кейін Османның халифаты басталады. Осман өлгеннен кейін Әлидің халифаты басталады. Әли өлгеннен кейін Хасанның халифаты басталады. Хасаннан кейін Муауияның халифаты басталады. Осы 7 халифаттың барлығында Хаким ибн Хизам әлі тірі. Түсінікті ғой, иә? Бұл кешегі Абдул-Муталибтің уақытында тірі адам, яғни пайғамбарымыз туылмас бұрын туылған адам. Бұл пайғамбарымыз өлгеннен кейін 7 поколенияны көргеннен кейін барып өледі. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан Хаким ибн Хизам өте ұзақ өмір сүрген сахаба ретінде көрсетіледі. Мысалы, Сальман аль-Фарси тоже кейбір деректерде 300-250 жыл өмір сүрген деп көрсетеді. Хаким ибн Хизам тоже тоқ 250 жыл, кейде 150 жыл деп өмір сүрген деп көрсетеді. Получается, пайғамбарымызға дейін өмір сүрген сахаба адам, пайғамбарымыздан кейін бүкіл халифаттың уақытында өмір сүрген сахаба бұл кім екен? Хаким ибн Хизам радиаллаху анху екен. Хаким ибн Хизам кім екен? Хаким ибн Хизам Хадижа анамыздың Хизам деген ағасынан тараған. Түсінікті ғой, иә? Бұл біздегі мына жерде не тұр, иә? Так, трансляция. Біз, получается, нені көріп тұрмыз? Хадижа анамыздың мына бірінші ағасын қарасақ, Хизам болды. Хизаны Хаким ибн Хизам деген сахаба тарады, ол исламда өлді. Түсінікті ғой, иә? Енді біз кімді қарастырамыз? Енді біз Ауамды қарастырамыз. Ауам, так, мен даусым шықпай жатқан болса, микрофонның ортасын басыңыздар. Экран көрінбей тұрған болса, тоже микрофонның ортасын басыңыздар. Бәрі жақсы ғой, иә? Бәрі жақсы ма? Ортасын басыңыздар. Что мен көруім үшін. Дауысы естіліп тұр ма? Экран көрініп тұр ма? Хорошо. Енді бізде екінші аға кім екен? Хадижа анамыздың екінші ағасы бұл Ауам. Ауам бізде кімге үйленеді? Сафия бин Абдул-Муталиб. Сафия бин Абдул-Муталиб бұл Абдул-Муталибтің ислам қабылдаған қызының біреуі. Сафия.
София анамыз бізде пайғамбарымыздың тәтесі. Бұдан кім туылады дедік? Бұдан Зубайр бин Ауам туылады. Түсінікті ғой, иә? Бұл атақты сахаба Зубайр бин Ауам радиаллаху анху. Енді бұл екінші, түсіндік, иә? Ауамды түсіндік. Енді үшінші ағасы бұл Науфал. Науфал ибн Хуайлид. Хизам ибн Хуайлид, Ауам ибн Хуайлид, Нуфайл ибн Науфал ибн Хуайлид. Енді Науфал ибн Хуайлид бұл тарихта бағанағы шайтанның әскері ретінде тарихта қалған адам. Бұл или Құрайштардың шайтаны деген атпен тарихта қалған адам болады. Бұл мына Ибн Исхақтан келген бір ақпарат бар. Бұда мына ислам келген уақытта Абу Бәкір радиаллаху анху бірінші дағуат жасай бастайды. Бұл кішкене бірінші вообще тарихта ең бірінші кішкентай ғана біліммен дағуат жасаған адам бұл Абу Бәкір радиаллаху анху. Абу Бәкір радиаллаху анху өзі жаңа исламды қабылдайды, оған кішкентай ғана білімі бар, бірақ сол білімінің аздығына қарамастан Абу Бәкір радиаллаху анху бірінші не жасай бастайды? Дағуат жасай бастайды. И сол уақытта бұны Абу Бәкір радиаллаху анхуды Қағбаның жанында бүкіл адамдар ұрады. Соның біреуі кім еді? Соның біреуі кім тұғын? Осы Науфал ибн Хуайлид. Хадиджа анамыздың үшінші ағасы Науфал ибн Хуайлид. Бұл нейді? Абу Бәкір радиаллаху анхуды аяғын қолын байлап бүкіл Меккені аралап таскать етеді. Туда бүкіл Меккені аралап әбден қинайды. Бұл кім еді? Бұл уже Хадиджаның үшінші ағасы Хаким, кім еді? Субханалла. Науфал. Вот. Науфал ибн Хуайлид, Абу Бәкір радиаллаху анху бірінші не жасаған кезде, дағуат жасаған кезде, оны аяқ қолын байлап тартқан адам кім еді? Бұл Науфал ибн Хуайлид. Сондықтан Науфал ибн Хуайлид, яғни Хадиджа анамыздың үшінші ағасы тарихта Құрайштардың шайтаны деген атпен қалған. Бұл соңына дейін исламмен қасарысып, исламсыз өлген адамның біреуі. Енді сол уақытта Абу Бәкір радиаллаху анхуды қинаған кезде кім жүгіреді? Бұған Талха ибн Убайдулла жүгіреді. Талха ибн Убайдулла жүгіреді. И кім? Науфал ибн Хуайлид, Хадиджа анамыздың үшінші ағасы. Бұл екеуін байлап бүкіл Меккені таратады. Бүкіл Меккені тартады. Яғни бүкіл Меккенің көшесінде бұларды бағанағы аяқ қоларын байлап алып тартады. Сондықтан Абу Бәкір мен Талха ибн Убайдулланы көбінесе Құрайштардың арасында егіздер деген атпен қалған. Түсінікті ғой? Өйткені Абу Бәкірге ең бірінші көмекке ұмтылған адам бұл Талха ибн Убайдулла. Түсінікті ғой, иә? Енді өстіп Науфал ибн Хуайлид ертең Бәдір соғысына қатысады. Бәдірде біз білеміз бүкіл 700 Құрайшы өлді. Соның біреуі кім еді? Науфал ибн Хуайлид. Яғни Хадиджа анамыздың үшінші ағасы Науфал ибн Хуайлид исламсыз бұны Әли Бәдірде өлтірген болатын. Енді біз сонымен не түсіндік? Науфалды түсіндік. Одан кейін екінші ағасы Хизанды түсіндік, Ауамды түсіндік, иә? Енді Хадиджа анамыздың әкесі. Хадиджа анамыздың әкесі кім еді? Біз айттық, Хадиджа анамыздың әкесі Хуайлид. Бірақ Хуайлидтің өлген туралы ақпарат жоқ, бірақ ол бағанағы болады ғой, бір әділетсіздердің соғысы да, групповой төбелес дегендер бар. Вот сондай сияқты бір төбелесте кім? Хаким ибн Хуайлид өлген дейді. Яғни Хадиджа анамыздың әкесі бір болмайтын сондай бір жақсы емес соғыста өлген. Ол туралы нақты ақпарат жоқ. Енді Хадиджа анамыздың сестрасы кім? Хадиджа анамыздың үш ағасын қарастырдық. Енді Хадиджа анамыздың сестрасы кім? Хәлә бинт Хуайлид. Хәлә бұл исламды қабылдайды. Біз білеміз, бұл Хәлә анамыз бізде радиаллаху анха бұл хадисте келеді. Пайғамбар саламға бір күні кім келеді? Хәлә келеді. Хәлә келген кезде бұны пайғамбар салам сразу не істейді? Оны таниды. Сөйтеді, мынау Хәлә ғой деп пайғамбар салам өте қатты бұған қуанады. Сонда бұл нәрсе Айша анамызға ұнаған жоқ. Өйткені Айша анамыз нейді? Пайғамбар саламды қызғанатын тұғын. Пайғамбар саламды қызғанатын тұғын. И сонда пайғамбар салам кім? Айша анамыз қызғанада нейді? Анығында сен мына Құрайштардағы кемпірін әлі ұмытпайсың ба дейді. Айша анамыз айтып жатыр кімге? Пайғамбар саламға. Сен әлі бағанағы Құрайштардың кемпірі, яғни кімді айтып жатыр? Айша, Хадиджаны айтып жатыр. Сен әлі ұмытпайсың, қанша уақыт өтті, Алла саған одан қайырлысын берді. Сен неге ұмытпайсың? Аллахтың елшісі деген кезде пайғамбар бұған риза болған жоқ. Анығында уаллахи нейді? Хадиджа маған қиын кезде көмектесті, Хадиджа мені демеді, Алла маған только Хадиджадан бала берді дейді. Бұл осы сөзден кейін Айша анамыз бұдан кейін вообще Хадиджа анамыз туралы мүлде сөз қозғамайтын болған. Түсінікті ғой, Получается, бұл біздегі Хадиджа анамыздың сестрасы Хәлә. Енді
Бізде көп сирада Уарақа ибн Науфал деген шал туралы қозғайды. Уарақа ибн Науфал кім? Уарақа ибн Науфалды біз кішкене сираға қозғаламыз, кішкене бұрыламыз. Өйткені Уарақа ибн Науфал бізде сирада келеді. Бұл пайғамбар ең бірінші ислам келген уақытта пайғамбар қасында кім бар еді? Хадижа бар еді. Хадижа. Пайғамбар келеді, алғашқы аяттар келді. Сонымен Хадижа анамыз пайғамбар не дейді? О, Мұхаммад, давайте Уарақаға барайық дейді. Уарақа айтсын бізге шешімді. Егер сен қаласаң, Уарақа қалып барайын. Пайғамбар банк келеді. Айтса, Уарақа айтса, давай сол айтсын. Анда егер ол шынымен бұл періште дейтін болса, онда мен дейді Алланың айтқанына бағынамын. Ал егер бұл басқа нәрсе болатын болса, Уарақа бізге жол көрсетеді дейді. Осылайша Хадижа анамыз Әли радиаллаху анху ол уақытта Хадижа анамыздың үйінде тәрбиеленген. Өйткені кімнің Мутолиптің Абу Толиптің балдары көп тұғын. Кімнің әкесі? Әли радиаллаху анхудың әкесі Абу Толип тұғын, Абу Толиптің 12 ұлы болған деп келеді. Тіпті ол Абу Толиптің өте кедей өмір сүрген, өйткені бұның әкесі Абдумутолип тоже кедей болған. Өте кедей болған. Бұлар бағанағы жұрттар ойлауы мүмкін, бұлар правитель болған, Меккеде атақты болған, қалай бұлар кедей болады деп. Себебі бұлар бағанағы қолдарындағы байлықты бағанағы Құрайыштар керемет, Абдумутолип керемет, бағанағы қажылыққа келген адамдарға көп көмектеседі екен, қажылыққа келген адамдарға көп жомарт болады екен деген сөзді есту үшін бұлар өздерінің байлықтарын былайша айтқан кезде рия үшін таратқан. Абу Толип тоже солай тұғын. Абу Толип тоже солай бүкіл байлығын тарату себепті Абу Толип кедей болады. Енді сол уақытта Абу Толиптің баласы Әлиді Хадижа анамызбен пайғамбар тәрбиелейді. Ол уақытта Әли радиаллаху анхудың жасы 5 демейді 4 жас деп көрсетіледі. Хадижа анамыз Әли радиаллаху анхуды кімге? Уарақаға жүгіртіп жібереді. Барып Уарақаны шақырып келді белмен қарай. Уарақа келеді. Уарақа келген кезде пайғамбар бұған бағана Жибрил алейхиссаламды көргендігі бүкіл оқиғаны баяндайды. Сонда Уарақа ибн Науфал дейді, Аллаху акбар дейді, бұл намус қой дейді. Бұл кешегі Иса менен Мусаға келген намус қой дейді. Енді намус деген кім? Намус деген бұл христиандардың кітабында сол уақытта Жибрил алейхиссаламды намус деп көрсеткен. Ал қазіргі кітаптарда, христиан кітаптарында ол Жибрил алейхиссаламды рух деп көрсетеді, святой дух деп көрсетеді. Ал ол уақыттағы Жибрил алейхиссаламның есімі кім еді? Намус тұғын. Яғни неді кешегі Муса алейхиссаламға келген және Иса алейхиссаламға келген. Бұл кім? Бұл Жибрил алейхиссалам. Анда сен Аллахтың елшісісің. Анығында сені халқың қуатын күнге мен жеткен болсам, мен бірінші исламды мен саған көмектесер едім дейді. Уарақа ибн Науфал. Енді осылайша бұл жерде Уарақа ибн Науфал деген есім аталып тұр. Осы Уарақа ибн Науфал Хадижа анамызға қалай туыс болады? Соған бір тоқталайық, Мінекей. Мына жерде қарасаңыздар болады. Мен үйде даска бар, негізі бағанағы үйде баламды оқытам ғой, соған несі ғой. Мән бермеңіздер. Мынау бізде Уарақа. Уарақа бағана айтқан исламды қабылдаған ең бірінші адам бұл Уарақа ибн Науфал. Енді Уарақа бізде мынау Хуайлид. Хуайлид бізде Хадижаның әкесі. Хадижа анамыздың әкесі Хуайлид. Хуайлид кімнің баласы? Хуайлид Әсәдтің баласы. Көрдіңіздер ма? Әсәд кімнің баласы? Әсәд Науфалдың баласы. Мінекей көрдіңіздер ма? Уарақа ибн Науфал, мына Науфалдың баласы кім еді? Уарақа еді. Көрдіңіздер ма? Енді осы Әсәд кімге үйленеді? Әсәдтің қызы Хабиба деген әйел Абдул-Узза ибн Усман деген адамға үйленеді. Абдул-Узза ибн Усман. Бұлардан Барра деген қыз туылады. Барра кейін Уахаб ибн Абдуманаф деген адамға үйленеді. Уахаб ибн Абдуманаф. Бұл екі семьядан кім туылады? Амина бинт Уахаб туылады. Бұл кім еді? Бұл бізде пайғамбар саламның анасы. Түсінікті ғой, Түсіндіре алдым ба? Даусым шығып тұр ма? Даусым шығып жатқан болса, микрофонды басып айтыңыздар, хорошо? Получается, Уарақа бізде кім еді? Мына Науфалдың баласы. Науфалдың баласы Әсәд. Әсәдтің қызы Хабиба Абдул-Уззаға үйленді. Абдул-Уззадан Барра шықты. Барра Уахабқа күйеуге шықты. Баррадан бұл семьядан кім туылады? Амина туылады. Амина бинт Уахаб бұл бізде пайғамбардың шешесі. Білеміз, Амина шешесі, Абдулла әкесі. Получается, кіммен Хадижа анамызбенен пайғамбар не екен? Екеуі бір-біріне туыс екен. Өйткені мына Хуайлидтің ұрпағынан кім шығып отыр? Амина шығып отыр. Бұған Абдулла қосылып отыр. Одан кім шығып отыр? Одан пайғамбар туылып отыр. Түсінікті ғой, Получается, Хадижа анамызбен пайғамбар бір-біріне не екен? Туыс екен.
Так, дауысым шығып жатқан болса, пікір бөліміне жазыңыздар, хорошо? Так, или микрофонды басып айтыңыздар. Енді бұл бізде енді Хадижа анамыздың енді біз несін қарастырдық? Әкесін қарастырдық, ағаларын қарастырдық, сестрасын қарастырдық және осы Уарақа ибн Науфал деген адамды қарастырдық. Уарақа ибн Науфал бізде кімнің? Хадижа анамыздың ағаларының біреуі, или көкелерінің біреуі. Уарақа ибн Науфал. Енді осымен біз Хадижаның кішкентай ғана сирасын аяқтайық. Енді Хадижа анамыздың пайғамбар соңға үйленемге дейінгі сирасы қалай болды? Хадижа анамыз пайғамбар соңға үйленемге дейін екі рет тұрмыста болған. Біреуінде Хадижаның бұл біреуі ажырасқан деп келеді, ал біреуінде екеуі де өлген дейді. Яғни Хадижа анамыздың екеуі күйеуі де дүниеден өткен, сол себепті Хадижа анамыз жалғыз өмір сүрген деп келеді. Енді бұған байланысты тоқталайық. Хадижа анамыздың несіне байланысты, сирасына байланысты мына шииттер бір ақпарат алып келеді. Шииттердің ақпараты бойынша, что Хадижа анамыз мүлде тұрмыста болмаған дейді. Мүлде тұрмыста болмаған пайғамбар соңға дейін. Өйткені шииттердің бір несі, айырмашылығы, бұлар пайғамбар соңның бүкіл әйелін қарғайды, Айша анамызды, Хафса анамызды, бірақ кімді? Хадижаны ұлықтайды. Хадижа анамыз оқытайды, сол себепті бұлар бағанағы Хадижа анамыз тұрмыста болмаған, ол қыз күйінде пайғамбар соңға күйеуге шықты дейді, ал Айша анамызды олар қарғайды. Түсінікті ғой, бұл шииттердің ақидасы. Енді жалпы бұл ақпарат өтірік. Неге? Өйткені біз білеміз, бүкіл сираның кітаптарында кімнің? Хадижа анамыздың пайғамбар соңға дейін екі рет тұрмыста болғандығы көрсетілген. Енді Хадижа анамыздың бірінші күйеуі кім? Бұл Хинд ибн Аббаш. Хинд ибн Аббаш, Аббаштың баласы Хинд. Бұдан Хадижа анамыз екі бала туады. Біреуі ұл, біреуі қыз. Ұлының атын Хинд деп қояды. Хинд ибн Хинд. Ол уақытта бағанағы өзінің баласының атын өзінің атымен атау бір әдет тұғын. Как будто өзіне почет береді. Өз-өзіңді бір ұлықтау, өз-өзіңнің атыңды тарихта қалдыру үшін өзіңнің балаңды да дәл сондай атпен атайсың. Сол үшін Хинд өзінің баласын Хинд деп атаған. Осы оқиғадан кейін Хадижа анамыздың көнесі Хинд деп өзгерген. Яғни Хадижа анамыз енді Хадижа емес, енді Хинд деген тарихта қалған. Ал қызның есімі тарихта жоқ. Енді бұл Хинд бұл қайықта қалай Хадижамен танысады? Хинд бұл вообще Недждада өмір сүрген адам. Неджда деген бұл Меккеде жоқ қала, яғни Меккенің сыртындағы қала. Меккеде өмір сүрмеген Бәну Тамим деген тайпаның адамдары. Неджда деген қалада өмір сүрген. Бұл Хинд бір күні тоже бұл қайыққа келеді, Меккеге сауда жасауға келеді. Сөйтіп бұл Хадижа анамызбен үйленеді. Сөйтіп Хадижа анамызға үйленгеннен кейін Хинд өледі. Енді вообще Хинд бин Аббаш, яғни Хадижа анамыздың бірінші күйеуі өте бай болған дейді. Бұл Хадижа анамызға үйленгеннен кейін енді бұл Меккенің сыртында өмір сүріп тұр ғой. Сондықтан бұның байлығын, яғни оның жиған тергенін туыстары сұрап келмеген. Өйткені олар Меккенің сыртында өмір сүрді, ал Хинд өзі Хадижа анамызға үйленді де бұл қайықта өмір сүрді, Меккенің ішінде өмір сүріп жатыр. Енді бұл өлгеннен кейін бұның заттарын ешкім сұрап келмеген. Сол себепті Хадижа Хиндтан, яғни бірінші күйеуінен қалған байлықпенен байыды деген тағы бір ақпарат келеді. Біз білеміз, Хадижа анамыз бұл бізде бағанағы Меккедегі ең бай әйелдің біреуі. Хадижа бізде Меккедегі ең бай әйел. Даже мысалы Меккеде $1000 ақша келетін болса, жылына доходтың $500 только кімге кететін болған? Только Хадижанға болатын болған. Қалғандардың барлығы ұсақ түйек көпестерге бөлінеді. До того сондай Хадижа анамыз өте бай тұғын. Енді осы Хадижа қайдан алды байлықты деген сұраққа көбінесе адамдар осы Хинд ибн Аббаштан келген деп айтады. Яғни оның бірінші күйеуі тиді, Хинд бай болды, Хинд кейін өлді. Хинд өлгеннен кейін оның артында қалған мұра байлықтардың барлығын Хадижаға тиесілі болып қалды. Өйткені оның туыстары Недждадан Меккеге келген жоқ, оның заттарын алып кету үшін. Осылайша Хадижа анамыздың баю себептері осы жерде бір рет көрсетілген. Енді бірінші күйеуі осы Хинд ибн Аббаш өлді. Енді екіншісі бұл Атық ибн Абид әл-Махзум. Әл-Махзумды білесіздер. Бұл кәдімгі кешегі Абу Жахилдің шыққан тайпасы, Халид ибн Валидтің шыққан тайпасы Әл-Махзум.
әл-Махзум. Бұл Атиққа тоже Хадижа анамыз күйеуге шығады. Бұдан тоже Хадижа анамыз бір ұл, бір қыз туады деп келеді. Или бір қыз туды, или бір ұл туды. Да, айырма несі жоқ, нақты хабары жоқ. Бірақ оның да баласының атына Хинд деп қойған дейді. Хинд деп қойған. Сондықтан қай баланың атыменен Хадижа анамыз өзін Хинд деп атаған туралы ақпарат сақталмаған. Яғни бірінші күйеуінен тоже Хинд деген бала болды, екінші күйеуінен тоже Хинд болды. Сондықтан Хадижа анамызда Хинд деген не болған, күнә болған. Сондықтан бірақ қай күйеуден екендігі жоқ. Енді кейін бұлар бағанағы отбасылық себептерге байланысты ажырасады. Қандай себеп екендігі белгісіз. Енді осы уақытта Хадижа анамыз енді уже күйеуге шықпаймын, өмірімді так өзім арнайым да, что әрмен қарай жұмыс жасаймын, әрмен қарай өмірімді сүремін, күйеуге шығудан мүлде Хадижа анамыз бас тартады. Өстіп өмір сүріп жатқан кезінде Хадижа анамыз кіммен танысады? Пайғамбар саллаллаху танысады. Енді Хадижа анамыз бен пайғамбар саллаллаху танысуына байланысты екі риуаят келеді. Оның біреуін тоқталайық. Хадижа анамыз мына Ибн Садтың ақпаратында енді әр нәрсені өстіп айтуға тура келеді. Өйткені көп адам менен не көрсетіңіз, ссылка көрсетіңіз деп қаяқтан алып отырсыз ақпаратты, сол үшін мен сіздерге осылай Ибн Садтан келеді, анадан келеді, мынадан келеді деп тоқтауға мәжбүрмін. Хорошо? Ибн Садтың ақпаратында Хадижа анамыз өте бай болады. Өте бай болады. Енді Хадижа анамыздың жасаған саудасы мутороба деп аталынады тарихта. Мутороба или мудороба. Енді бұл деген не? Ол мысалы мынадай. Мысалы мен мынада Ханифа бар, Аяжан бар екен, Аяжанға айтамын, Аяжан давай екеуміз сауда жасайық деймін. Бірақ Аяжан мен саған ақша бермеймін қазір, мен сені қолыңа атам, мысалы 500 мыңның затын беремін. Сен мынаны сатасың, қанша сатасың, сол сатқаннан кейінгі түскен товарды екеуміз екіге бөліп аламыз деймін. Түсінікті ғой, оны бірақ мен 500 мыңға сатасың, 250 мыңға сатасың, 100 мыңға сатасың деп айтпаймын. Өйткені ол жаққа барғандағы көпестердің жағдайы әртүрлі. Біреуінде ақша болады, біреуінде ақша болмайды, біреуі саудаласады, біреуі қымбат айтады, біреуі арзан айтады деген сықылды. Сондықтан мен Аяжанға не деймін, сен сат, түскен сумманы екеуміз екіге бөліп аламыз деймін. Сонымен Аяжан барады, шамасының жеткенше сатады, 300 мыңға сатты деген. 300 мыңның 150 мыңға маған, 150 мыңға кімге? Аяжанға. Осыны мутороба дейді. Яғни бұл шариғатта халал етілген нәрсе. Яғни бұл да процент емес. Яғни Аяжанмен договор жаздым, екеуміз барып сатты, ол барып сатты, мен дайындадым. Бүкіл караванды, заттарды бүкіл мен салдым, товарды. Аяжан просто барып сатып келді. Бірақ ол десе де түскен пайданың тең жартысы оған, тең жартысы маған. Бұны тарихта мудороба, яғни бұл тарихта неде исламда шариғатта рұқсат етілген нәрсе. Осы түрмен Хадижа анамыз айналысқан. Хадижа анамыз осы мудороба деген сауданың түрмен айналысқан. Енді осы уақытта Хадижа анамыздың аты қатты шығады. Өте қатты шығады, бірақ Хадижа анамыздың бағанағы алдайтындар көп болады. Яғни зат алып кетеді. Мысалы, 50 мыңның затын айтайық, мысалы. 50 мыңның затын алып кетеді, ол барады да мен оны 20 мыңға ғана саттым дейді, бірақ оны өзі 70 мыңға сатып келіп отыр. Яғни үстіндегі ақшаны не етіп қалады, ол жасырып қалады. Сондықтан Хадижа анамыз көп ущербқа келеді, көп ода енді берген сумманы жартысы қайтпайды. Хадижа анамызға. Яғни, мысалы, 50 мыңға алып кетеді, оны келгеннен кейін ол адам мен 30 мыңға саттым дейді, 30 мыңның енді бағана договор бойынша 15 мыңға Хадижаға, ал қалған бүкіл бағана жымқырған ақшаның барлығы кімге? Жымқырған ақшаның барлығы сатып келіп отырған адамға болады. Получается, көп минус кімде? Көп минус Хадижа анамызда. Дұрыс па? Бірақ соған қарамастан Алла тағала Хадижа анамыздың несіне саудасына өте көп береке береді. Өте көп. Даже қанша адам алдаса да Хадижа анамыздың берекесі өте көп болады. Енді сол уақытта бұған бағанағы Нафиса бар, Майсара бар, Хадижа анамыздың күңдері. Яғни Хадижаға көмектескен адамдар бар. Солар бір күні шыдамайды. Бір күні барады, Хадижа дейді, бұлай болмайды дейді. Анда біз естідік дейді, ана Абдул-Муталибтің бір Мұхаммад деген адам бар екен дейді. Туысы, оны халықтың арасында өте қатты мақтап жатыр дейді, что ол алдамайды, өтірік айтпайды, өте адал, давайте біз соны тексерейік дейді. Сонымен Майсара хорошо дейді, ондай болса бар, Мұхаммедтен сұра дейді. Егер ол келсе, осы әдіске, яғни сен барып сатады, мен сатқаннан кейін ақшаны екіге бөлеміз. Егер келсе, пожалуйста, бірге жұмыс істейді. Сонымен Майсара пайғамбарымызға барады, пайғамбарымыз екеуі келсе де, сөйтіп осылайша Хадижа анамызбенен пайғамбарымыздың танысуы басталады. Яғни пайғамбарымызбенен Нафиса, Майсара дегені, Майсара мен пайғамбарымыз саудаға барады, пайғамбарымыздың адалдығын
кім жеткізіп келеді? Майсара жеткізіп келеді. Кейін Хадижа анамыз бұған ғашық болады, кейін пайғамбар саламға не істейді? Тұрмысқа шығады. Бұл бірінші риуаят. Енді екінші риуаят не дейді? Екінші риуаят бұған кімге? Хадижа анамыз Абдулмуталибтің өзі келеді дейді. Яғни ол Хадижа, біз білеміз сенің атақты, даңқты, осы бай екендігіңді, бізде мынадай бала бар, Мұхаммад деген, біз сенімен бірге жұмыс жасағымыз келеді. Ол алдамайды, ол өтірік айтпайды. Егер сен келсең, давайте бізбен бірге жұмыс жаса. Осылайша Абдулмуталибтің себебінен пайғамбар мен Хадижа анамыз танысады деген бұл екінші риуаят. Енді үшінші риуаят бар. Үшінші риуаят бұл Халяға байланысты. Халя біз айттық, бұл Хадижа анамыздың сестрасы. Бұның Халяның бір несі болады? Қойшысы. Бұл қойшысы менен пайғамбар екеуі Халяның қойын бағатын болады. Халяның қойын, пайғамбар және оның тағы бір адам бар, екеуі пастух қойшы ретінде Халяның қойын бағатын болады. Сонымен уақыт өтеді, қой баққаннан кейін, қойдың ақшасын біраз уақыттан кейін Халя бермекші болады. Енді сол уақытта Халяның үйінде кім болады? Халяның үйінде Хадижа анамыз болады. Енді бағана қойшы пайғамбар айтты, давай Мұхаммад кеттік дейді. Бағана ақшаны алып келейік, біз жасадық да, давайте айлығымызды алып келейік десе, пайғамбар дейді, мен ұялам дейді. Ана жерде бөгде әйелдер бар, мен оған кіруге ұялам. Давайте сен бар да, мен үшін алып кел дейді бағана ақшаны. Әлгі пастух ойында дым жоқ, бұл келеді Халяға келіп, бағана пайғамбар ақшасын сұрайды, өзінің ақшасын сұрайды. Халя сұрайды, нейді, қайда Мұхаммад дейді, бағана қасына келген адам қайда, мен соған ақшасын берейін десе, бұл пастух тұрады, нейді, Мұхаммад ұялады дейді, что бөгде әйелге қасына баруға ұялам деп айтты, сондықтан ақшасын через меня не передай, да. Бұны Хадижа анамыз естіп отыр, осы уақытта Хадижа анамыз уже пайғамбар нейді, ғашық болады. Осылайша Хадижа анамыз бен пайғамбар не істейді? Танысады. Кейін енді Хадижа анамыз бен пайғамбар танысты. Енді олар қалай үйленді? Бұған байланысты тоже бір версия келеді. Бұл енді слабый версия, бірақ енді версия болғаннан кейін бұны да айтпасқа болмас. Бұл бірақ енді слабый версия. Бір күні енді Хадижа анамыз бен пайғамбар танысты ғой, танысты, екеуі сауда жасап жатыр, бәрі жақсы. Бір күні кімге? Хуайлидке, яғни Хадижа анамыздың әкесіне Аббас пен Хамза келеді. Бұл екеуі Хадижаға келіп, Хадижаны сұрайды, что пайғамбар саламға үйленуге. Сонда енді Хуайлид мас болады дейді. Яғни Хадижаның әкесі мас болады. Сөйтіп бұл тұрады да, мен берем дейді. Яғни Мұхаммедке кімді берем? Хадижаны дейді. Сөйтіп мас кезінде бұл кетіп қалады. Бұлар кетеді, договор жасалынады, кетеді. Кейін Хуайлид есін жинайды, яғни араға тарқайды, өзіне келеді. Келген кезде Хадижа анамыздың ол уақытта, үйленген уақытта бағанағы үстіне бір накидка жабылып жүретін болады, чтобы үйленген адам или тұрмысқа шыққан или білдіретін. Хадижа анамыздың үстіндегі бағана накидканы байқайды Хуайлид әкесі. Мынау не дейді? Хадижа анамыз сұрады, сен мені кеше Мұхаммадке берген жоқсың ба? Айтады, мен берген жоқпын дейді. Сен қалай сен өзіңнің сөзінен таясың дейді. Яғни арабтарда бір сөз айттың, сол сөзді орындау керек. Егер орындамасаң, ол саған авторитет емес, что сен сөзінен секіріп кете беретін адам сияқты білінеді. Сондықтан олар барынша сөзді ұстайтын болған. Сонда Хадижа не, сен сонда кеше айтқан сөзіңді бұзасың ба деп жатыр әкесіне. Сен кеше бердің ғой мені. Енді сен сөзінен тайқыма, уже болды дейді. Осылайша Хадижа анамызды Хуайлид, яғни өзі әкесі бұны тұрмысқа ұзатады пайғамбар саламға деп келеді. Бұл жерде бұл ақпарат негізі слабый версия, себебі Хадижаның әкесі Хуайлидті біз айттық, бұл кеше соғыста өлді. Бағана біз сираның басында айтқанбыз, Хадижаның әкесі бағанағы бір әділетсіздердің соғысында өлді деп. Сондықтан бұл получается пайғамбар мен Хадижа анамыздың үйлену тойына дейін өлген. Получается, бұл ақпарат не? Бұл ақпарат получается слабый версия. Түсінікті ғой, или ложная версия, можно сказать. Енді екінші версия, бұл кім еді? Бұл кімнің? Пайғамбар Аббастың, пайғамбар саламның кімге келуі? Уарақа ибн Науфалға келуі. Біз білеміз, Уарақа ибн Науфал ол уақытта тірі болды. Хадижа анамыздың несі? Бағана айтқан көкелерінің біреуі. Соған барады да, бұлар пайғамбар салам құда түседі.
құда түседі. И Уарақа ибн Науфал Хадижа анамызды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ұзатады. Кейбір деректерде 40 түйе деп келеді махры, кейбір деректерде 100 түйе деп келеді. Достоверно бойынша 40 түйе Хадижа анамыздың несі махры. И осылайша Уарақа ибн Науфал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Хадижаны ұзатады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға үйленді. Енді сол уақытта Хадижа анамыздың жасы нешеде болған? Сол тақырыпқа кірейік. Хадижа анамыздың жасы кейбірде 40-45 жас деп көрсетіледі. Хадижа анамыздың жалпы дүниеден өткен жасы бұл 65 жас. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 60 жасында өлді. Айша анамыз бізде 60 жасында өлді. Хадижа бізде 60 жасында өлді. И кім? Егер мен қателеспесем, жоқ, Маймуна ең соңынан қайтыс болды. Жоқ. И осылайша пайғамбар саллаллаху жасында, яғни 60 пен 65-тің уақытында 60 пен 70-тің арасында дүниеден өткен әйел бұл Айша менен Хадижа анамыз радиаллаху анхума. Енді Ибн Хишам болсын, Ибн Исхақ болсын ақпараттарында Хадижа анамыздың жасы көрсетілмеген еш жерде. Оның жасы біреуінде 40 жас дейді, 45 жас дейді. Бірақ енді бір ақпарат келеді, Хадижа анамыздың жасы 25 жаста болған деген тағы бір ақпарат бар. 25 жаста болған деген. Енді бұны естіген адамдар шалқ ортасынан түсуі мүмкін да. Бұндай ақпаратты біз еш уақытта естімегенбіз деп. Давайте сол мәселені қарастырайық. Неге біз бұл ақпаратты алып отырмыз? Бұл ақпарат бізде бұл ақпарат келеді кімнің Имам әл-Бақиғидің кітабында. Дәләйіл деген кітап бар. Мен білмеймін, арабша араларында түсінетіндер болса, алып оқысаңыздар болады, проблема жоқ. Имам әл-Бақиғидің кітабында кімнен Абдулла ибн әз-Зубайрдан не келеді? Хадис келеді. Бұл хадистің мағынасында пайғамбар саллаллаху Хадижа анамыздың пайғамбар саллаллаху шыққан жасы 25-28 жас деп көрсетіледі. Неге біз бұл ақпаратқа сенеміз? Өйткені иснат дұрыс. Өйткені иснат деген нәрсе хадисті жеткізіп тұрған цепочкалар. Цепочканың ішінде кім бар? Абдулла ибн Зубайр бар. Ал Абдулла ибн Зубайр кім еді? Абдулла ибн Зубайр ибн Ауамның баласы. Мінекей, қайда кетті? Біз айттық бағана, трансляция бар ғой, біз айттық бағана Хадижа анамыздың Ауам деген ағасы болды дедік, ол Сафияға үйленді дедік, одан кім туылды? Зубайр ибн Ауам туылды. Енді Зубайр ибн Ауамның баласы кім? Абдулла ибн Зубайр. Осы Абдулла ибн Зубайр хадис жеткізеді. Что бұл Абдулла ибн Зубайрның хадисі бізде Байқақидың кітабында келеді, Дәләйіл деген кітабында келеді. Бұл кітапта Абдулла ибн Зубайр дейді, Хадижа анамыздың пайғамбар саллаллаху шыққан жасы 25 жас деп көрсетіледі. Бұл ақпаратты біз басшылыққа аламыз. Неге? Өйткені Абдулла ибн Зубайр ибн Ауам бұлар кімнің член семьи, да, Хадижаның отбасы мүшелерінің біреуі, да? Мысалы, бізге біреу мысалы бізге көшедегі біреу айтқаннан гөрі бізге отбасының біреу мүшесі атса, біз сенеміз, да, ол тем более ол сахаба болатын болса, ол тем более исламда болатын болса, да. Дәл сол себепті осы жерде Абдулла ибн Зубайр хадисті жеткізгендігі үшін оның ақпаратына сенеді, и Хадижа анамыздың жасы 25-28 жас деп көрсетілген. Ал кімдердің кітаптарында кім еді? Ибн Хишам болса, Ибн Исхақтардың кітабында достоверно жас көрсетілмеген, бірақ примерно 40-45 жас деген ақпарат көп жерде келеді. Дұрыс па? Енді өстіп Хадижа анамыз кейбір деректерде 25-28 жаста тұрмысқа шықты, кейбір деректерде 40-45 жасында пайғамбар саллаллаху күйеуге шықты. Енді Хадижа анамыз пайғамбар саллаллаху шықты тұрмысқа. Енді пайғамбар саллаллаху мен Хадижа анамыздың балаларынан бұрын Хадижа анамыз пайғамбар саллаллаху тұрмысқа шықты ғой. Енді пайғамбар саллаллаху келемге дейін Хадижаның қасында кімдер тұрды? Біз білдік, Хадижа анамыздың пайғамбар саллаллаху қалай танысты, Хадижа анамыздың ағасы, әпкесі бәрін қарастырдық. Енді Хадижа анамызды пайғамбар саллаллаху үйленді, оны кім тұрмысқа берді қарастырдық. Енді не қалды? Енді пайғамбар саллаллаху келемге дейін Хадижаның қасында өмір сүрген кім деген сұрақ келеді. Бұл сұрақ, по-моему, бұл ұзақ нәрсе, бұл енді біз иншалла бұны келесі уақытқа қалдырамыз ау деймін. Өйткені мен уже 20 минут сөйлеппін, субханалла. Уақыт деген тез өте ме, әлде маған солай ма, мен білмеймін негізі. Иншалла біз келесі сабақта Хадижа анамыздың пайғамбар саллаллаху дейін
да қандай адамдармен өмір сүргені, пайғамбарымның үйінде тәрбиеленгендер кімдер, и ол үйден шығатын сахабалар, и және пайғамбарымның әрмен қарай Хадижа анамызбенен отбасынан туған балалар, одан кейін Хадижа анамыздың қиыншылықтары, және Хадижа анамызбенен пайғамбарымның арасында Хадижа анамыздың немерелері кімдер, яғни Хадижа анамызға қандай немерелер келді, яғни кешегі пайғамбарымның балдарынан туылатын балалар, Руқайядан, Фатимадан, Зейнаптан, Абдулладан деген сияқты да. Сол мәселені иншалла біз келесі сабақта қарастырамыз иншалла. Иншалла біз осы жерден тоқтаймыз ау деймін, әрмен қарай осылай біз жылжимыз. Иншалла келесі сабақта қарастырамыз. Өйткені бұл тақырып өте ұзақ болды. Өйткені бұл жерде Умайман туралы қозғауымыз керек. Умайман бізде пайғамбар саламның исламды қабылдаған, пайғамбар өзі бұған босатып берген әйел. Бұл Умайман. Бұл Умайман кім? Бұның әкесі кім? Бұның шешесі кім? Бұл қалай пайғамбар үйінде өсті? Бұл қалай Зейд ибн Хариске күйеуге шықты? Бұл вообще Умайман біздегі Усама ибн Зейдтің баласы. Усама ибн Зейд бізде 10 жәннатпен сүйіншілген сахабаның біреуі. Бұл кім? Усама ибн Зейд. Ал Усама ибн Зейдтің әкесі кім? Зейд ибн Харис. Зейд ибн Харис кім? Зейд ибн Харис пайғамбардың асыранды баласы. Хорошо, ал онда оның әйелі кім? Оның әйелі Умайман. Умайманның әкесі кім? Және оның шешесі кім? Ол қалай пайғамбардың үйінде тәрбиеленді? Получается, Зейд ибн Харис пенен Умайман екеуі бір үйде тәрбиеленген. Пайғамбардың үйінде Зейд ибн Харис те болды, Умайман да болды. Екеуі де как наложница, біреу как құл есебінде Зейд пайғамбардың үйінде болды. Кейін екеуі үйленді. Осылардан кім шығады енді? Усама ибн Зейд шығады. Бұл Усама ибн Зейдтің сирасы, ол басқа тақырыпта. Иншалла біз оны келесі сабаққа қалдырамыз. Иншалла біз осы жерден тоқтаймыз. Арта айтсам, қайта айтсам, бұрабайсын тәубет Аллахқа айтамын. Субханалла бихамдик, ашхаду ла илаха илля ант, астағфируллахи ва атубу илейхи. Сұрақтарыңыз болса, микрофонды бассаңыздар болады. Иншалла сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Жалпы бұл сабақ бізде бүгін қаншінші күн? Понедельник, четверг, московское время, немецкое 14:00, батыс бойынша сағат 16:00-де болады. Топ ақылы. Неге ақылы? Себебі осы каналда бұрын мен мүмін аналар деген тақырыпты жүргізгенмін тегін. Бірақ ол тақырыптарды мен просто жеңіл қарастырдым. Ол жерде әкесі, шешесі, немересі деген нәрсе болған жоқ. Просто әйелдің, пайғамбардың әйелдерінің достоинствосы да, олар қалай пайғамбарға үйленді, қалай неше мәһір болды деген сықылды мәселені қарастырғанбыз. Бұл жерде барлық пайғамбардың әйелдерінің шешесі, әкесі, немересі бәріне тереңдетілген түрде мән беретін болғандықтан бұл топта ақылға жатқыздым. Өйткені еңбек керек та, чтобы оны жазу үшін. Бағасы 3000 теңге. Араларыңызда күйеу түрмеде, или инвалид, или жесір адамдар болған болса, модераторға жазсаңыздар болады, сол адам сіздерді тегін қосатын болады, иншалла. Сұрақтарыңыз болған болса, пікір бөліміне жазсаңыздар болады. Жазакумуллаху хайран, баракаллаху фикум, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.